Сәлем достар, менімен бірге осындай керемет пицца дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін көріңіздер. 2 стакан суға дрожж, май, тұз қосып араластырып, қамыр илеп аламыз. Дәл осы рецептен 4 пицца шығады, отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Бұл пиццаны жеген адам екінші рет тағы да жасап беруін сұрайтын болады. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін торттардың, салаттардың, тағы да басқа рецепттерін жасалу жолын көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алда бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ. Енді кәдімгі нанның қамыры сияқты 1 сағат ашытып аламыз. Енді соус дайындаймыз. Ол үшін азырақ суға кетчуп және де 2 лавр жапырағын ұнтақтап қосып дайындап аламыз. Соусты осылай жасасаңыздар, пиццамыз өте дәмді шығады. Пицца жасағанда көпшілік адам негізі майонез бен кетчуп араластырып жағады. Ол негізі дұрыс емес. Осылай соус жақсаңыздар, пиццаның түрі аппетитный болады. Қамырымыз дайын болды. Енді 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды майлап, видеодағыдай жайып аламыз. Міне жайып алдық, енді пиццаның формасына салып аламыз. Енді соусымызды жағып аламыз. Соусты көбірек жақсаңыздар, сулы керемет болып шығады. Енді колбасаны орналастырамыз. Колбасаны алған кезде вареный колбаса алмаңыздар, өйткені ол пісіп жатқан кезде ісіп, қамырдан ажырап кетеді. Копченый колбасаны алған дұрыс негізі. Енді бетіне моцарелла сырын салып аламыз. Мен пиццаны үнемі моцарелла сырынан жасаймын, керемет шығады. Сіздерге де осы сырды алып жасауға кеңес беремін.
Міне дайын. Енді 360 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Міне пиццамыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, видеоңызға лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.